Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сіздермен мен Жандос, ащы шындық бағдарламасында. Бағдарламаның негізгі мақсаты еліміздегі мектептердегі түрлі проблемаларды анықтап, және ол мектептердегі әлі күнге дейін шешімін таба алмай келе жатқан сұрақтардың жауабын анықтап, халыққа жария ету. Олай болса, алғашқы бағдарламамызды Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 86 жылдық терең тарихы бар наркологиялық орталық женская колония туп диспансерлардың ортасында орналасқан Досмұхамбетов мектебінен бастамақпыз. Ендеше көп созбайық, сөзді сол мектепке арнайы іс-сапармен барған әріптесіме беремін. Армысыз ағайын. Дәл қазір біз Досмұхамбетов мектебінің кіреберісінде тұрмыз. Бұл білім ордасында 500-ге тарта оқушы білім алса, 130 шақты әртүрлі қызметкерлер жұмыс істейді екен. Сол қызметкерлерден қазір сұхбат алатын боламын. Олай болса, кеттік. Жалпы біздің бағдарламамыз 2 бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлім нәзік жанды аруларға арналған. Екінші бөлім ерлер қауымына арналады. Олай болса, біз алғашқы бөлімнің сұрақтарынан бастай берейік. Олай болса, бірінші сұрағымыз мектепке кірген бетте маска тағыңыз деп ескертетін вахтер апайларымызға қойылады. Сол вахтер апайларымыз өздері бір масканы неше күн тағады? 4 ай. 8 ай. Жарты жыл. Міне, ащы шындық. Өздері халыққа күн сайын, 2 күн сайын масканы ауыстырыңдар деп айтатын адамдардың өзі бірнеше айда бір-ақ ауыстырады екен. Келесі сұрағымыз зауыштарға арналады. Қазақстанда президенттің бұйрығы бойынша жыл сайын мұғалімдердің жалақысы көтеріліп келеді. Бізді ғана емес, барлық халықты, барлық адамдарды мазалап келе жатқан сұрақ. Зауыштардың айлығы қанша? 19 миллионнан асты. Секрет. Саныма 3,5 миллион алдым. Міне, зауыштар қандай болу керек? Өздерінің қаншалатындығын жасырып, Жұпар Ержан қызын миллион алады деп ұжымға әшкерелеп отыр. Бұл не сұмдық? Әр мекемеде өзінің авторитеттері бар. Бізге келіп түскен мәліметтерге сүйенсек, мектепте 20-30 жылдан бері жұмыс атқарып келе жатқан терминатор апайларымыз бар екен. Сол апайларымыз мектепке жаңадан келген жас мамандарды, яғни өздерінің шеголдарын қалай шақырады? Өздерінен сұрап білейік. Пішайт. Аукым деп. Шүрі, көс. Кәкі. Қырау. Мен түсінбей қалдым. Бұл кісілер кімді шақырып тұр? Қалай шақырып тұр? Адамгершілік сезімдері қайда? Ол жас маман емес пе? Ащы шындық. Бұл мекемеде Ира Канаевна ғана жас мамандарға адамгершілік сезіммен қарайды екен. Бергел деп. Мектептегі ұжымның бірлігі қаншалықты жарасқанмен, кейбір ұстаздар бір-бірін ұнатпауы мүмкін. Бетпе-бет келгенде, подружкамыз, доспыз деп айтқанмен, бір-бірі жоқ кезде көре алмайтын ұстаздар да бар екен. Мысалы, келесі ұстаздарымыз кімдерді жек көреді? Жарқынай, Гүлнат Алысбаевна, Мерей, Жанат Дәужан қызы, Бекзат Саттаровна, Айдана Нұрлановна, Гүлжан Дүйсенбековна, Разамзагуль, Айгуль, Айнұр апай, Асим апай, Назерке апай, Ербол,
Дархан, Азат, Нариман. Жанна Сериковна. Дригардена. Мәссаған. Бетім-ай, бетім. Бір-біріне подружкамыз деп жүрген жандар. Келесі сұрақ бойдақтарлық қызықтырады сияқты. Кейбір деректер бойынша мектепте басы бос мұғалімдер біраз бар екен. Әне олар неге жалғыз? Бәлкім, одиночка болу олардың армандары шығар. Мүмкін, жалғыздық тек жұмысқа көңіл бөлудің алғышарты шығар. Мүмкін олар фамилиясын ауыстыруға қорқатын шығар. Жоқ, мен таптым. Олар жігіттерден қалың мал сұрайды. Ал қалың малдың қаншалықты сұрайтындығын біз жарнамадан кейін бірге білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ставки на спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! Букмекерская компания. Ендеше сұраққа көшелік. Мектептегі тұрмысқа шықпаған мұғалімдердің қалың малы қанша? 5-4 миллион. Примерно 300 сондай. 7 миллион шығар. 18 миллион. 25 миллион. Негізінде қалың мал оңтүстікте ғана болушы еді. Петропавлға қайдан жеткен? Олардың критерийлерін кім қояды? Неге біреуде арзан? Неге біреуде көп? Оны өздеріңіз анықтап алыңыздар. Мектепте тазалық сақталған. Оған жауапты апайлар өз жұмысын от души жасайды. Сонда да балалар әрлі-берлі жүгіріп, қоқысты байқамай тастап кетеді екен. Мүмкін, апайлар оқушыларды ішінен жамандап үш әріпке жіберетін шығар. Жәке, қатты ет қойған жоқсың ба? Фаеге жібереді. Сонымен, бізді мазалайтын сұрақ. Олар оқушыларды қалай жамандайды? Айналайын дейм, алтыным дейм, жаным дейм, күнім дейм, жандарым дейм. Айым, күнім. Барлық мектепті тамақтандыратын, яғни 600 адамды тамақтандыратын аспаз апайларымыз таңның ертесінен түн батқанға дейін мектепте болады. Олардың жұмысы өте ауыр. Оқушылардың айтуынша 5 мезгіл тамақтың бәрі тема. Особенно первое дейді. Сонда да балалар тамақтанғаннан кейін жуынды көп қалады. Оны кім жейді? Нұржан Рымғалиевич, Ерден ағай, Абылайхан ағай, Биржан Абдурахманович. Батыр аға, потом который Қосман аға. Әділбек ағай бар, Жандос ағай бар. Түсіріп жатсың ба не? Айтпайсың ба? Сонымен, құрметті көрермендер, қалған тамақты кім жейтіндігін естідіңіздер, көрдіңіздер. Мектептің әмияны, банктың қыр-сырын білетін, айдың сонында әрбір мұғалімнің айлық қашан түседі, айлық қашан түседі, айлық қашан түседі деген сұрақтарына сыпайы жауап бере білетін есепші апайларымыз, олардың да жасыратындары
жоқ емес. Олар әр қызметкердің айлығын тиынына дейін біледі. Онда мектепте жалақысы ең көп мұғалімдер кімдер? Боташ Хайргелдинова, Жайық Ағыбаевич, Нұржан Абдрахманович. Дәстүрлі емес медицинаны 5 саусағындай білетін, кез келген ауруды зелде шаймен емдей алатын мектептегі медбике, яғни медицина қызметкерлері. Бірақ егер зелде шайы таусылып қалса, олар немен емдейді? Арақ, пиво, вино. Кола, спрайт, что там еще есть? Самогон. Да. Спирттің адам денсаулығына пайдалы екені рас. Бірақ ішімдікпен емдеген адамдарды бірінші рет көріп тұрмын. Бұл жерде бір шикілік бар сияқты. Интернаттағы оқушылардың екінші анасы атанған тәрбиешілердің еңбегі орасан зор. Олар оқушылардың тәртіпсіз, тәрбиесіз кезеңдерінде сабырлық танытып, оларды тәрбиеге баулай білді. Бірақ олар да ет пен сүйектен жаратылған. Олардың да жүйкелерінің тозып, сабыр сақтай алмай, балаларға ұрсатын уақыттары болады. Бізде туындайтын сұрақ: олар ұрысқан кезде қандай дөрекі сөздерді қолданады? Га-га-га. И-а. Аф. Мяу. Пи-пи. Мынау жақсы идея екен. Боқтағанымызды балаларға естіртпеу үшін жан-жануарлардың дауысын салу керек екен. Тамаша идея. Таңғалудамын. Бастауыш сыныптардың кабинеттеріне кірген кезде олардың шулаған дауыстарына төтеп беру мүмкін емес. Оларға тек қана шыдамдылық танытатын олардың сынып жетекшілері. Сол сынып жетекшілер өздерінің оқушыларын қалай суреттейді екен? Көзі өткір, еңбекқор, Жыбырлақ, бір орында тұрмайды, жүрген жерін білдіріп жүреді. Кішкентай, қара, жылтың етеді. Тарбаңдаған, аяғы ұзын, жап-жасыл. Өзі нәзік жанды бола тұра. Қанша жылдан бері жалғыз өзі ауыр жұмыстарды еңсеріп, бүкіл мектепті кітаппен қамтамасыз етіп отырған кітапханашы апайға қояр сұрағымыз: кітап жоғалтқан оқушыларды қалай жазалайды? бұрышқа тұрғызамын, пол жуғызамын. Мектептің барлығын камералар арқылы бақылап отыратын тәртіп сақшысы Айгүл тәте оқушылардың тәртіп бұзғанын байқаған кезде оларға қандай жаза қолданатын тыңдайық. Қамшымен сабаймын. Мектепте ешкімге көрінбейтін, олардың мектепте қандай қызмет атқаратындығын ешкім білмейтін апайлар да бар екен. Сол апайларымыз шынымен мектепте не істейді? Кітап оқимын. Ұйықтаймын. Кино көремін. Ужастарды. Кітап оқуға тырысамын. Тамақ пісіреміз. Смотрю фильм. Екінші бөлімге кезек береміз. Бұл сұрақтар ерлер қауымына арналады. Алғашқы сұрағымыз: осы мектепте жұмыс істеп жүрген ер кісілер әйелдерге арнап қандай сыйлық
алып келді? Порошок. Нан, сүт, картоп, бигон, сүт, айран, подгузник. Тамақ одан басқа не аламыз енді? Құрметті көрермендер, осыған дейінгі тыңдаған барлық ащы шындықтарыңыз өтірік. Бұл тек қана әзіл, тек қана ойын. Құрметті арулар, құрметті нәзік жандылар. Біз сіздерді келе жатқан көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге арналған ерлер қауымының тілегін қабыл алыңыздар. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең ойыңды, әйелге барып дәлелде. Әйелсіз айтпан әндімен, әйелмен дәмді әңгімем. Сүйкімді болсаң шынымен, әйелің сүйсін алдымен. Әйелсіз қонды бақ қашан, әйел деп түстік отқасан. Әлемнің тілін таппайсың, әйелдің тілін таппасаң. Әйелге мәлім көп сырың, сүрінсем әйел деп сүрім. Халыққа сыйлы болмайсың, әйелге болсаң жек сұрын. Болмасын әйел назалы, болмасын әйел жазалы. Кеудесін қаққан талайдың, әйелден болған ажалы. Әйелден ыстық от барма, әйелдеп түстік көкпарға. Қараң келсе біреуді, әйелің өлсін деп қарға. Әйелмен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол шебер. Бақытты сен де болмайсың, әйелің сорлы болса егер. Сырыңды соған ашасын, шөліңді содан басасын. Адамның күні әйелмен, әйелдер мәңгі жасасын. Құрметті Досмұхамед мектебінің әйелдер қауымы, құрметті арулар, құрметті аналар, қарындастар, аяулы апалар, сіздерді төл мерекелеріңіз 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Аспандарыңыз ашық, дендеріңіз сау, отбасыларыңызда амандық болсын. Әрқашанда осылай жайдары жүздеріңізбен жүре беріңіздер, біздерді қуанта беріңіздер. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қашанда ашық аспан аясында осы Досмұхамедов мектебінің қабырғасында бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге деген сыйластығымызды нығайтып жүре берейік. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, аман болыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын.